Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін не істеймін деп ойлап, осылай ауладағы кір болып кеткен горканы жууды шештім. Енді қазақша влогтар түсіретін боламын, мені қолдап кетіңіздер. Басында осы видеоны ASMR форматта саламын деп ойлаған едім. Ойлана келе қазақша озвучкамен видеоны салуды жөн көрдім. Кішігірім өзім туралы айта өтейін. Менің есімім Қанағат, жасым 32-де. Тұрмыс құрмағанмын. Мен бұрыннан бері дорамалар көремін, өте жақсы көремін. Дорамаларды көріп отырып, өз проблемамды ұмытып, өте жақсы сезімде боламын. Араларыңызда мен сияқты дорама жақсы көретіндер бар ма? Дорамаларды көре беріп, Корея еліне саяхаттағым келіп жүр. Неге 32 жасқа дейін тұрмыс құрмады десеңіздер, бәріне кінәлі дорамалар десең да. Дорамалардың да кішкене себебі бар, бірақ та басты себеп ол емес. Мүмкін тот самый адамды кездестірген жоқпын. Мүмкін қорқамын. Қазіргі таңда неше түрлі оқиғаларды естіп, қатты қорқып қалған болармын мүмкін. Общем, солай. Мә достар, мен өз ішімдегінің барлығын ақтарып айтып жатырмын. Мынау видео өтпей қалса болмайды енді. Өткізіп жіберіңіздер. Мына розовый себетіммен бәрін сүртіп жуып жатырмын ғой, бірақ та азелитке жетпейді екен бәрібір. Азелит моментально кетіретін еді бәрін. Маған сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ендігі видеода сол сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Достар, видеода бітіп жатыр екен. Қараңыздар, после. Достар, мені жоғалтып алмас үшін подписка жасап қойыңыздар.